Қайырлы кеш, ханымдар. Бүгін уәде еткендей, биылғы күздегі сәндік киімдер жөнінде әңгіме қозғаймыз. 2024 жылдың күзгі сәні біршама өзгеше және әртүрлі стильдерді біріктіреді. Ең басты бағыттарының бірі жайлылық және драматикалық көлемді маталарға баса назар аудару. Басты бағыттарының бірі көп қабатты киіну, яғни жейде мен футболканың сыртынан жемпір, пиджак немесе пальто кию. Көп қабатты киіну қызықты әрі сәнді көрініп, күздің құбылмалы ауа райына бейімделуге көмектеседі. Келесі бағыттарының бірі кең өлшемді киім, яғни оверсайз тренді. 12 жылдан бері сәнді бермеген оверсайз бірте-бірте классикаға орын беруде. Дегенмен де үлкен өлшемді костюмдер әлі де трендте. Тік немесе кең шалбарлар мен оверсайз күртешелер еркін, бірақ стильді көрініс береді. Металл маталар да сәнде, күнделікті көрініске гламур әкелетін жылтыр металл маталар көйлектерде, кофталарда және белдемшелерде, тіпті сырт киімдерде де қолдануда. Келесі бағыттарының бірі принттер. Леопард, жолбарыс, путон және жолағат принттермен қатар тор көз, жолақ, дерексіз сызбаларда сәнгерлердің топтамасында ерекше орын алуда. Жануарлар принттермен киім киюді ұнатпасаңыз, оларды аксессуарлармен, яғни аяқ киімдермен, сөмкелермен, немесе белдік, қолғап түрінде де қолдануыңызға болады. Келесі бағыттарының бірі былғары және винил. Бұндай бұйымдар, яғни плащтар, шалбарлар мен белдемшелер кез келген образға аздап тартымдылық пен сенімділік қосады. Күзгі жаңбырды өткізбейді, желден қорғайды. Биылғы күздің ерекше бағыттарының бірі трикотаж бұйымдары. Жемпірлер мен кардигандар және қалың тоқылған көйлектер келбетіңізге жайлылық береді. Әсіресе кардигандар осы жылғы күздің басты бағыттарының бірі болып табылады. Өйткені жакеттерге қарағанда трикотаж киімдер әлде қайда ыңғайлы және жылы көрінеді. Сонымен қатар үлкен шарфтар мен пончоларда биыл сәнде. Ал белдемшелерге келетін болсақ, биыл сәнгерлер ешкімді ренжітпеуге тырысты. Макси, меди, мини барлық түрін үйлестіріп киіп берсеңіз болады. Сондай-ақ джинсы киімдер әлі де сәнде. Яғни total denim стилі бізбен бірге әлі де біраз маусым болатын сияқты. Енді осы жылғы күздегі сәнді түстерге тоқталсақ, ең басты түстердің бірі қара және қызыл түстер. Сонымен қатар жарқын әрі қанық түстерде, яғни терең бордо, қанық жасыл, қыша және терракота сияқты бай реңктерде сәнде. Бұл түстер негізгі гардеробтағы киімдермен жақсы үйлесім табады. Және әрдайым сәнде болатын спорттық үлгілер. Ыңғайлы күртешелер, худилар және спорттық шалбарлар классикалық киімдермен де үйлестіріп киюге болады. Міне әзірге осы. Алдағы видеоларымызда сәндік киімдер мен түстерге ерекше тоқталатын боламыз. Сондықтан арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.